Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сендермен 4-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 46-47 беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сабақ басталмас бұрын мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз Our Planet's Treasure 2. Біздің планетаның қазынасы 2. The 7 Natural Wonders of the World. Әлемнің 7 табиғи кереметі. Exercise 23. Listen and match, then talk with your friend. Тыңда және сәйкестендір, сосын досыңмен сөйлес. Енді бізде бұл жерде суреттер берілген, жанында аттары берілген. Соған сәйкестендіреміз. Бірінші суретке қараймыз. The Grand Canyon. Үлкен каньон. Ол Америка штаттарында орналасқан, иә? B жауабы. Екінші сурет. Mount Everest. Эверест таулары. D жауабындағы Тибет and Непал. Яғни Тибет және Непалда орналасқан. Үшінші сурет. The Harbor of Rio de Janeiro. C жауабы. Бразилияда. Төртінші. Парикютин. F жауабы Мексикада. Бесінші. The Northern Lights. Солтүстік жарық. Ол И жауабы Канада and Norway. Канада және Норвегияда орналасқан. Алтыншы. The Great Barrier Reef. Ол Австралияда орналасқан. G жауабы. Жетінші суретке қараймыз. И жауабы, яғни Victoria Falls. Victoria сарқырамасы. Zambia and Zimbabwe. Замбияда және Зимбабведе орналасқан. Exercise 24. Read and choose. Яғни оқы және таңдаңыз дейді. The Great Barrier Reef in Australia is one of the world's natural wonders. Австралиядағы ұлы тосқауыл рифі әлем табиғат ғажайыптарының бірі. It is 2,300 kilometers long and you can see it from space. The reef is home to many kinds of fish and coral. 1/3 of the world's soft coral is there. But the coral reef is getting smaller and smaller. This is because people kill too many fish and they throw rubbish into the clear blue waters of the reef. Let's hope we can look after this amazing wonder so people can still see it hundreds of years from now. Оның ұзындығы 2300 шақырым және оны ғарыштан көруге болады. Рифте көптеген балықтар мен маржан түрлері бар. Әлемдегі маржанның 1/3 осында. Бірақ маржан рифі азайып бара жатыр. Себебі адамдар тым көп балықты өлтіріп, және де қоқыстарды рифтің көксуына тастайды. Осы таңғажайыптарды адамдар жүздеген жылдардан кейін де көре алатындай күтіп ұстайды деп үміттенейік. Енді осы мәтінге қатысты тапсырманы орындаймыз. Бірінші сұрақ. How long is the Great Barrier Reef? A. 2,300 kilometers. Яғни E жауабы, иә? Біріншісі E жауабы. Екіншісі What can you see there? Fish and coral. Things from space. Яғни балықтар және маржанды көруге болады бұл жерден, иә? A жауабы. Үшінші. Why is it a natural wonder? Неліктен ол табиғи ғажайып? It is in Australia. Ол Австралияда. It is got 1/3 of the world's soft coral. Ол жұмсақ маржанның 1/3 осында. Яғни B жауабы. Төртінші. Why is it getting smaller and smaller? Ол неліктен кішірейіп барады дейді. There are a lot of fish there. Бұл жерде балықтар көп. People throw rubbish there. Адамдар ол жерге қоқыс тастайды.
Exercise 25. Find information about another natural wonder. Where is it? Why is it a natural wonder? What problems does it face? Make a project or a PowerPoint presentation. Present it to the class. Табиғаттың тағы да басқа қандай табиғи керемет туралы ақпарат табыңыз. Ол қайда? Ол не себепті табиғи ғажайып? Ол қандай проблемаға тап болды? PowerPoint арқылы презентация жасап сыныбыңа көрсет. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.